Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз құйрық майдан өте дәмді тіске басар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құйрық майымызды жуып аламыз. Маринады дұрыс сіңу үшін осылай жіңішке ұзын бөліктерге бөлеміз. Енді құйрық майдың барлық жерін тұздаймыз. Тұзды көптеу қылып жаққандарыңыз дұрыс. Құйрық майдың адам денсаулығына пайдасы өте көп. Қазірге дейін кері әсері анықталмаған. Тұмауға, гриппке, жөтелге, суық тигенге және біз білетін, білмейтін емдік қасиеттері өте көп. Енді маринады үшін 2 бас сарымсақты үккіштен өткізіп аламыз. 3 шай қасық копченый паприка және 1 шай қасық ащы қызыл бұрыш салып араластырамыз. Енді тұздалған құйрық майымыздың сыртына барлығын жағып шығамыз. Перчатка киіп жаққандарыңыз дұрыс, өйткені сарымсақ қолды ашытуы мүмкін. Бөлме температурасында 2-3 сағат қалдырамыз. 2-3 сағат өткеннен кейін осылай пищевой пленкаға қатты қылып ораймыз. Барлық құйрық майды пакетімен бірге қазанға салып, үстіне су құйып, отқа қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін 40-45 минуттай қайнатамыз. Піскеннен кейін астын өшіріп, 1-2 сағат бөлме температурасында суытып қоямыз. Суығаннан кейін пакетінен шығарамыз. Сырты әдемі көріну үшін мен осылай біреуін паприкаға аунатып алдым. Қалған құйрық майларды сол пакетімен қайтадан мұздатқышқа қойып сақтауға болады. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Арнама тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер.